Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қадеңізге жарасын айдарында видео түсіруді шештім. Бұлай қию көп уақытта алғандықтан мен екінші әдісіне жүгіндім қиюдың. 3,5-4 сантиметрден осындай ескі футболкаларымды пайдаландым. Барлығымыздікі бар. Әйел адамдікі, ер адамдікі, балалардікі бәрін пайдаландым. Жолақшаларды 3,5-4 сантиметр ретінде қиюдың екінші методы. Жеткізбей қоясыз, беттестіргенде біреуін до конца қиып, біреуін жартылай қимайсыз, жеткізбей. Одан кейін осы өйстіп до конца қиылмаған жағын қолымызға аламыз да икстап келесісіне қиясыз. Келесісіне қиып отырасыз. Тіке қисаңыз манағы бірінші методқа өтіп кетеді. Сондықтан біреуін қимайсыз, қиылғанның екіншісіне қиясыз. Сонда сізде не шығады? Ұзынша болған сызықшалар шығады. Біркелкі. Көрдіңіз бе, ортасынан біреуін тастаймын да келесісіне қиып отырам. Осындай ұзынша сызықшалар пайда болады футболкаларымыздан. Қолыңызбен тартып жібересіз. Менде синтетика болғасын, пішіні өзгерген жоқ. Ал хлопогі бар болса, трикотажный болса, онда созылып күшті жіп пішініне келеді. Одан кейін манағы бірінші метод бойынша қиылғаннан 11-ін істедік, 9-ын істедік, 9-ын. Бірақ біреуі бір мынадай кем болды. Өздеріңіз основа ретінде біреуін салсаңыз болады. Біз дөңгелек пішінде алдық, үйдегі кругты. Осылай бір-біріне икстап жасай бересіз. Бір жағында біз 9 жіпті алып едік, бұл қате болыпты. 10 жіп қылсақ та келіспейді екен. Біреуіне жарты жіпті основа қылып, біреуіне тақап салып жіберсеңіз дұрыс болады. Сонда сіздің узорыңызда біреуімен де жетіспей қалды. Сонда да мен бастап қойғасын до конца жасайын дедім. Косяк, былайша айтқанда, бірақ шықты деймін ба. Осылай жасайсыз, сонда аяғыңызға жып, жылы, ыңғайлы коврик шығады. Сосын бұны жасаған кезде біреуін астына, келесі қатардыкін үстіне, астына, үстіне деп кезектестіріп икстап отырасыз, былайша айтқанда. Оңай, қиын емес, бірақ бұны слишком тығыздап тартуға болмайды екен. Шама келгенше бостау қылып жасаңыз. Біз уже міне кезек бірінің артына бірін түйіншектедік. Бірінші басында, одан кейін түйіншектемей бір-біріне күрмеу арқылы жасадық. Күрмеу арқылы жасаған шеттерінің бәрі күрмеу арқылы методымен жасап едік. Ол ұсқынсыз болып
лучше тігіп алыңыз, ерінбесеңіз, ерінсеңіз түйіншектесеңіз болады. Түйіншектелген жағын кілеміңіздің астыңғы жағына есептеп салып жібересің. Көрдіңіз бе? Біреуі үстіне, біреуі астына осындай азғантай катушкалармен жасап істесеңіз болады. Сүйкімді аяқтың астына жылы, басы қалың кілемше шығады екен. Сосын қатты тартуға болмайды екен. Мен жаңағы плотность берем деп тарта беріп едім, ортасы не болып қалды. Саңырауқұлақтың бас киімі ұқсап қалды. Сонында қараңыздар, бостау болған жерлері әдемірек, сондай күшті болып шықты. Менің каналымда тек қана тамақ емес, одан бөлек осындай да адам өмірінде кездесетін керекті заттардың бәрі кездеседі. Заң алдында жауап берілетін, заң алдында толтырылатын құжаттар да, құрылыс құжаттары да, басқа да программалар, өзімнің не білем, не істейм, не қоям, солардың бәрін осы каналымда көрсетем деп шештім. Жаңа толық видеолармен толықтырып отырамын. Ұнаса лайк, қолдау білдіріп, қоңырауша басуды ұмытпаңыз. Сіздердің басқан әрбір лайк қоңыраушаларыңыз мен үшін маңызды. Міне бізде осындай дүние пайда болды.